И это библиотека нашего колледжа. Қазан кітапханашылар күні болуына байланысты өзін-өзі басқару күніне біз сіздерге буккроссингтің не екенін түсіндіреміз. Буккроссинг дегеніміз ол біздің кітапхана балы жастардың кітапханада оқып өздерінің оқыған кітаптарын кез келген жерге апарып қойып, оны басқа адамдарға оқыту, мысалға басқа адамдарда оқысын, білсін деп қойып кетіп, мысалға саябақтарға, басқа да жерге, басқа кітапханаларға апарып қойып, оларды Здравствуйте! Сегодня мы собрались не просто так. Мы отмечаем День библиотеки, 24 октября. И так как сегодня еще и День самоуправления, я заменяю нашего библиотекаря. Кстати, хочу его поздравить, Култай Шамилевну. Так как ее заменяю я, студентка группы ШВИ 112222, Семенюк Александр. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, какой сегодня день? Октября, сегодня День библиотекаря. Вы знали? Да, День библиотекаря. Я хотела бы у вас спросить, вы знаете, что такое буктрейлер? Трейлер. Буктрейлер — это небольшой рекламный видеоролик, посвященный какой-либо книге. Бывает он 3 разных видов. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. 24 қазан кітапханашылар мерекесіне орай өзін-өзі басқару шарасына байланысты мен ПС 1122 тобындағы Бота Дархановна боламын. Сіздерге бүгін заманауи технологияға байланысты QR-код туралы айтып беремін. QR-код дегеніміз өзі жапондықтардың шығарғаны Quick Repost деген сөзден аударылған. Ол тез басқару деген сөзді білдіреді. QR-код деген өзі қазіргі заманға байланысты барлық жерде орналасқан, яғни дүкендерде, дәріханаларда, қоғамдық көліктерде және тағы басқа жерде, оқу орындарында да бар. Ол QR-код негізі қалай қолданатын сіздерге айтып өтейін. Сіздердің қолдарыңыздағы жаңағы ұялы телефон арқылы немесе планшет, ноутбук арқылы Play Market приложениесінен QR сканер деген приложение бар, соны көшіріп аласыздар. Сол приложениемен барлық жаңағы QR-кодтарға кіріп көре аласыздар. Керек ақпараттың барлығын аласыз. Мысалы, кітапханада QR-код қолданылады. Оны атап өтсек, міне Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына байланысты біздер міне QR-код орналасқан. Осы QR-кодқа кіріп, сіздер шығармашылықпен таныса аласыздар. Шығармадан мол ғибрат аласың, сүрелерге көзің салып қарашы, осында тұр даналардың данасы, ұлыларды насихаттап жүретін біздер кітапханашы, ұлыларды насихаттап жүретін біздер кітапханашы. Сүрелерге көзің салып қарашы, осында тұр даналардың данасы, ұлыларды насихаттап жүретін біздер кітапханашы, ұлыларды насихаттап жүретін біздер кітапханашы. Армысыздар, құрметті әріптестерім, кітапханашылар. Бүгін біздің видео курсымызды бастаймыз. 4-ші тақырыбымыз
Енді біз қазір Sparkle бағдарламасын үйренеміз.